Ассаламу алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Егер бағып отырған жылқы немесе түйелеріңізде дене қызуы көтеріліп, көзі жасаурап, жағының асты, төсінің айналасы ісінсе, малдың жүріс-тұрысы өзгеріп, артқы аяғын баса алмай сүйретілсе, жүрек соғуы жиілеп, ентігіп, болдырғыш болса, аталған белгілер бірнеше айға созылса, мал бірте-бірте қатты азып, арықтаса, онда бұл жылқы және түйе түлігінде кездесетін су ауруы, яғни халық арасында айтылып жүрген қатпа індеті болуы мүмкін. Бұл індетті ең өнімді жолмен емдеу жолдарын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сонымен бірге арнаға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Су ауруы, яғни қатпа індеті, түйе мен жылқының созылмалы өтетін қан паразит індеті. Бұл аурумен жылқы, түйе, ит, есек, қасқыр сынды жануарлар ауырады. Ауру қоздырғышы трипаносомоз тұқымына жататын біртал қылшығы бар. Трипаносомоз деп аталатын біртал клеткалы жылан тәрізді паразит. Бұл індет әдетте өзен немесе көл жағасында, маса, арам шыбын сонасы көп, көлчіктер төңірегінде жиі кездеседі. Трипаносомдардың өсіп жетілу кезеңінде денеге трипаносом токсині деген улы зат бөлініп шығады. Ол қан арқылы тарай отырып, зат алмасу жүйесінің, нерв жүйесінің жұмысын бұзады. Қанның қызыл түйіршіктері азайып, су тәріздес сұйықтыққа айналады. Дене мүшелеріне қан құйылып, олардың да қызметі бұзылады. Ауырған мал бірте-бірте арықтап, азып кетеді. Түйе мен жылқының су ауруының өтпелі кезеңі 1-3 апта. Індет көбінесе созылмалы өтеді. Қанда паразиттің көбеюіне байланысты дене қызуы көтеріледі. Жұмысқа істеткен мал тез әлсіреп, болдырғыш келеді. Індетті анықтау үшін клиникалық белгісіне қараймыз. Сонымен қатар эпизотологиялық көрсеткіштеріне жүгінеміз. Негізінен індетті микроскоппен тексеру және серологиялық зерттеулер арқылы анықтайды. Ал енді емдеу шарасына келсек, бірінші шинотрип дәрісі арқылы емдеу. Шинотрип дегеніміз наганиннің анологы. 2,5 грамм шинотрипке 15 мл тазартылған су құйсақ, 10% ерітінді дайын болады. Бұл ерітінді әбден шайқап толық араластырғаннан кейін, жануарлардың әр 40 кг дене салмағына 1 мл өлшеммен бұлшықет немесе тері астына үкілетеміз. Бұл жерде ескерте кететін жайт, ерітіндіні тек істететін кезде ғана дайындаған дұрыс. Уақыты өтіп кетсе істетуге болмайды. Екінші әдіс береніл дәрісімен емдеу. Бұл береніл дәрісімен емдеу өте тиімді. Біріншіден, беренілдің емдік қасиеті шинотрипке қарағанда едәуір жоғары және емдеу жеңіл. Екіншіден, бұл дәрімен індетке шалдыққан малды бір-ақ рет емдейді. Береніл 7% сулы ерітінді ретінде қолданылады. Оны дайындау үшін 2,36 грамм беренілге 12,5 мл су құйып ерітеміз. Сонда 7% ерітінді дайын болады. Мұны малыңыздың дене салмағына қарай жеткілікті мөлшерде жасайсыз. Мұның дозасы барлық жануарлардың 1 кг дене салмағына 3-5 милиден санның қалың етіне үкілетеміз. Тері астына да үкілетуге болады десе де, бұлшық етке үкілетудің өнімі жоғары болады. Бұл дәріден де ерітінді жасаған кезде тек істететін кезде ғана жасаған жөн. Уақытын өткізіп істетуге немесе ертесі күнге қалдырып салуға мүлдем болмайды. Мінекей құрметті көрермен, осы екі түрлі емдеу жолы осы уақытқа дейін ең жақсы өнім беріп келеді. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.